В общем, мен қойш, ладно деп жүре бердім. Мына осы тағы да біреуді жамандап шықпасыншы деп ше, андай үндемей ақ қояйыншы осы. Ешкімге ештеме демей ақ қояйын, өзім жүре берсін, бәрі нормально болатын шығар деп не істеймін. Бірақ оказывается, аяған сайын адам одан сайын басыңа тұша береді екен. Маған ондай нәрсе керек емес. Мен аядым, ладно, болмай атыр ғой, ладно, ана нәрсені де істе салайын. Уступкаға бардым. Последняя капля не болды. Я понимаю, мен идеальный болсам, мен идеальныймын деп атқан жоқпын. Менің мінезім сұмдық. Мен білем, оған не каждый адам шыдай беретін, но мен одан кейін кешірім сұрайтын адаммын. Если бір нәрсе не то істейтін болсам, ренжімеші, пожалуйста, осы жерден андай болды деп айтам да. Бірақ ладно, кешегі ситуация, ладно. Бүгін звондасам бейді. Короче, біраз болды біздің қырылып жүргенімізге, точнее, анау кім бар еді ғой, Мирас деген қасында болмай қалған адамы ше. Вот сол, короче, көрінген қыздармен таныстырады, Қапшағайға барып бір домалдықта қалып қалады, телефоны өшіп қалады, басқа нәрсе болады, короче, сөйтіп жүрет. И білмеймін, короче, өздерінің темпалары бар ғой, типа енді қыздар, анау, мынау деген сияқты. Сонымен бұл андай темалар басталады ғой, короче. Астранец етіп бастайды, адамға қатты жауап бермейді, не істемейді түсін. Айтамын мен конкретно. Маған сенің мирасың ұнамайды. Конкретно сенің мирасың жүргенінен бастап, сен какой-то бір үйлерде жүретін болдың, бір қыздардың үйінде деп сөйтіп бастаймын, короче. И бұл маған дұрыс ответ бермейді да. Сонымен бағана звондаймын. Осының бәрі андай болды да, сонымен бағана звондасам бейдейді маған. Короче, ол неге ұнамайды? Былай айта кетейін, жай ғана қазір айтам не болған. Өйткені барып кел, шауып келі сол. Типа енді аянмен бірге ары барады, бері барады, жүреді. Оған қатысы жоқ, например, аянға қатысы жоқ адам. Мысалы, Мирастың досы дейді. Енді ана қыздар, екі қыз досы екен да, типа. Істеп, короче, соларды көшіріп жүрейікші десе, жарайды деп не істеген ғой, короче, мақұл деп көшірген. Ескенде бар, фотоға түскен, айтып кеткен, әңгімелескен, еще подпискин да бар. Ладно, фиг с ним, маған ештемесі кетіп тұрған жоқ, просто маған неғып отырып кетеді деген әңгіме ғой. Сөйтіп, короче, сол нәрсе ұнаған жоқ. И бағана звондасам бейдейді, алмайды да. Сосын жазып жердім, осындай нәрсе болып жатыр. Скоро қайтамын деп сөйтіп не істесем, ответ бермейді. Звондадым, айттым, неғып алмайсың десем, алғым келген жоқ мен дейді. Ал үйде ма жоқ па? Үйде ма жоқ па деген бірінші вопрос. Одан кейін короче, сондай нәрселер бар. И маған ұнамайтын движениялар жасайды, сөздерді өзгерген. Короче, андай ғой. Маған типа мынандайға келтіреді да. Маған похуй ғой саған дейді да, короче. Солай ма дедің? Ладно онда. Вот онда мә саған дедім. Менің нервыма тиеді, мне каждый раз дедім. Мен уже, білесіңдер ме, сөйлескен кезімде менде истерикамен сөйлеймін. Мен нормально сөйлесе аламын адаммен. Но адамға бір нәрсені түсіндіру үшін мен до того қиналып көрмеппін. Болады ғой, бір әлемдегі соңғы түсінбейтін ең соңғы адам болады ғой, бір вот сондай адам сияқты ше, мен түсіндіре алмаймын, мен миым жетпейді, қай тілде сөйлейтінін білмеймін, короче. Мен уже нерв болам кәдімгідей, көрсем сөйлесем. Жоқ, андай айырылысып кеткендер ғой, болғанда ше, андай бет көріспей кеткен жоқпыз ғой негізі біз сол кездерде. Сөйтіп қайтадан сөйлесіп көрейік деп осы жақында сөйлесіп бастадық. Сонымен, короче, быт-шыт болады ғой, мен трэш енді айтып түсіндіре алмаймын. Ладно, түрмеге отырып шыққан шығар, оның бәрі біледі ғой, в принципе. Бірақ маған ондай понятиесін көрсетпеу керек. Мен ондай адам емеспін, оның қасында жүрген адамдар емеспін. И оның кейбір моменттерін мен түсінбеймін деген сияқты нәрсе ғой. Дальше айтпай қойын, просто маған трэш болған нәрселер өте көп, поэтому, айдананы қатты түсініп отырмын мен. Ужас, просто ужас. Мен жағам ұстаған моменттер өте көп болды. И сол, короче, нервыма әбден тиіп бітті. Содан кейін мен, короче, шығайын деп шештім. Уже білмеймін кімге не айтатынды.